Сәлем достар. Бүгінгі бейнемізде сіздерге арамызда жүрген періштелер туралы айтатын боламыз. Сонымен бұл періштелер кімдер? Алғашында періште ұғымы Бродвейде театрлық көріністерге қаржылай қолдау көрсеткен ауқатты тұлғаларды атауға қолданылған. 1978 жылы Уильям Ветцел өзінің ғылыми зерттеу жұмысында ақш-та қор жинаумен айналысқан кәсіпкерлерді қолдаған инвесторларды періштелер деп атағаннан кейін бұл ұғым қолданысқа енді. Бизнес періште немесе періште инвестор бұлар стартап және ерте кездегі инновациялық жобаларға қайтарым табу мақсатында капитал салатын тұлғаларға аталған. Бизнес періштелер. Стартаптың идея барысында, бастапқы кезеңінде бизнеске инвестиция, ақша салушыларды бизнес періштелер деп атаймыз. Олардың ерекшеліктері бизнесті жүргізуге араласпайды және ақшаның тез арада қайтарылуын талап етпейді. Бизнес періштелердің мақсаты болашақта стартап бизнес арқылы мол әрі қомақты пайда табу. Бизнес періштелер дегеніміз қалыптасқан төрт аяққа нық тұрған кәсіпкер. Ол бизнесті жақсы біледі, өз индустриясында табыс табуға қабілетті, әрі осы жолда біраз қиындықты көрген, кедергілерді еңсерген жан. Ол өз тәжірибесімен ғана емес, капиталымен де бөлісуге даяр. Инвестордан айырмашылығы сол, бизнес періштені өзге салалар қызықтырады. Ол жаңа деңгейге шығуға, өзге индустриядағы жаңа бизнес бастамаларды қаржыландырып, инвестициялық портфель иеленуге ынталы. Періштелер әдетте үшінші тұлғалардың қаржысын венчурлық қорлар арқылы басқаратын венчурлық капиталистерге қарағанда өздерінің ақшаларын салады. Сонымен бизнес періште демеуші ме әлде серіктес пе? Бизнес періште бұл жеке бастың жеке қаражатын кез келген стартапқа салуға дайын. Тіпті егер бұл оқиға әлі басталу кезеңінде болса да. Бизнес періште түсінуге кездейсоқ пайда болмады. Өйткені мұндай инвесторларды адал демеушілермен, немесе тіпті қайырымды адаммен теңестіруге болады. Бұл кәсіпкер болашақ жоба үшін сәттіліктің минималды мүмкіндіктерін алдын ала біледі, бірақ олар тәуекелге барады. Неліктен бизнес періштесі ең жақсы инвестор? Жаңадан бастаушы өзінің $1 миллион идеясына қаражат іздей бастағанда, оның алдынан бірнеше жол және нұсқалар шығады. Ал олардың ішіндегі ең дұрысы бизнес періште. Ең көп таралған және ең жақсы нұсқасы да осы. Өйткені жеке инвестор жағдайында бастысы стартап пен бизнес періштелерінің мүдделері мен мақсаттары сәйкес келеді. Бизнес періштелер мен басқа инвесторлар арасында қандай айырмашылықтар бар? Бизнес періштелер мен венчурлық қорлар арасында айтарлықтай айырмашылықтар олардың бизнеске қатысу дәрежесі болып табылады. Инвестициялық қорлар көбінесе жобаға қаражат бөледі. Бұл кәсіпорынның қызметін кедергі келтірмейді. Іскерлік періштелер тек пайда табуда ғана емес, сонымен қатар барлық процеске тікелей қатысуды да күтеді. Эй, парень, вали отсюда! Кәсіптің даму барысында көмектесу және ықпал ету ниетін идея авторларының көзқарасы бойынша артықшылықты кемшілік ретінде де қарастыруға болады. Венчурлық кәсіпорындар мен бизнес періштелер арасында ең маңызды айырмашылық біріншісі жобаға инвестиция салады, ал соңғысы идея мен адамдарға инвестиция салады. Бірінші ішкі ережелерге сәйкес объективті түрде, ережеге сәйкес инвестициялайды, ал соңғысы субъективті түрде, олар ұнататын және түсінетін жобалар мен идеяларға инвестициялайды. Бизнес періштелер қазіргі заманымыздың халықаралық экономикалық маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл перспективді инновациялық жобалар, технологиялар мен идеялардың нұрын көруге көмектесетін бейресми инвесторлар. Олардың көпшілігі кейіннен біздің өміріміздің ажырамас бөлігі бола алады. Бизнес періштелер бұл өзінің жеке ақшасын олардың дамудың бастапқы кезеңінде перспективалық жобаларға салатын жеке тұлға. Мысалы, сізде қызықты коммерциялық идея бар. Сіз бизнес жоспарды мұқият ойластырдыңыз. Кәсіби көмекшілер тобын жинадыңыз. Болжамдың артықшылықтарын есептеп, іске қосуға дайынсыз. Егер бұл жерде бір кемшілік болса да, ол да қаржының жетіспеушілігі. Онсыз бірде-бір бизнес басталмауы мүмкін.
Бұл кезеңде іскер періштелер көмекке келе алады. Бұл бизнес періштелер кім екенін жақсырақ түсіну үшін олардың айрықша ерекшеліктерін бөліп көрсету керек. Бұл өз бизнестерін сәтті дамытатын тәжірибелі кәсіпкерлер, ірі компаниялардың топ менеджерлері, табысты мансап құрған адамдар. Кәсіпкердің тәжірибесі мен түйсігі бұл іскер періштердің маңызды қасиеттері, өйткені бастапқыда олардың сәттілік кепілдігі болмайды және барлық стартаптар пайда әкелмейді. Қаржының 3 жылдан 7 жылға дейін мерзімге компаниядағы акциялар пакетін кепілсіз беріледі. Статистикаға сәйкес, бизнестің әрбір 5-ші періштесі инвестицияланған жобаларға жылына 10-15% мөлшерлемесінде пайда табады. Әр 4-шісі жылына 20%-дан асады. Әр 3-тен бірі өз ақшасын жоғалтады. Қалғаны инвестицияланған қаражатты қайтарып алу арқылы басқарады. Бизнес періштелерінің міндеті бұл тек пайдалы идеяларға кәсіби инвестициялар ғана емес, сонымен бірге тәлімгерлік, кеңес беру, бақылау және мүмкіндігінше көшбасшылыққа көмектесу. Мақсат жетекшілік ететін жобаларды дамыту, олардың құнын арттыру, дамыған жоғары технологиялық өнімдерді нарыққа жылжыту. Стартап нақты пайда таба бастағанда, періштелер компаниядағы өз үлестерін сатады. Осылайша олар өз табыстарын алады. Қызықты факт. Бұл туралы аз адамдар біледі. Бірақ дамудың алғашқы сатысында әлемге әйгілі ондаған компаниялар дәл бизнес періштелерінің арқасында салынған. Мысалға, Amazon, Google, Yahoo, Intel және тағы басқалары. Бизнес періштелер туралы сізге не білу керек? Бизнес періштелері қарапайым түрде тұқымдық инвесторлар деп атауға болады. Өйткені олар тек идея болған кезде жобаның бастапқы кезеңдеріне инвестиция салады. Бұл кәсіби инвесторлардың 99%-ы 45 пен 65 жас аралығындағы ер адамдар, тәжірибелі кәсіпкерлер, менеджерлер және экономистер. Әдетте, бизнестің әрбір 5-ші періштесі миллионер. Іскерлік періштелер өздерінің қамқорлығы мен ашық, достық және сенімді қарым-қатынас орнатады. Бизнес періштелерін қалай табуға болады? Сіздің жобаңызға қаражат салу үшін бизнес періштерін тарту оңай емес. Өйткені демеушілік жасап, оны жүзеге асырғысы келетіндерге қарағанда идеялар көп. Бірақ қысқа нұсқаулықтардан кейін сізге сәті түсіп, аң аулау мүмкіндігін арттыра аласыз. Бизнес періштерін қалай табуға болатыны туралы бірнеше кеңестер. Кәсіпкерлердің көпшілігі жиі кездесетін мәселелердің бірі періштенің жерге түсуі, яғни қажетті бастапқы инвестицияларды табу үшін бизнес періштелерін іздеп табу. Іс-шаралар мен конференцияларға қатысу. Бизнес періштелер өздеріңіз білетіндей, бизнес шаралар мен конференцияларға қатысып, инвестициялық мүмкіндіктерге баса назар аударады. Сондықтан оларды табуыңыз үшін сіздің салаңызға қатысты барлық іс-шараларға, конференцияларға және тұсаукесерлерге қатысыңыз, және мұны мүмкіндігінше жиі жасаңыз. Бизнес періштелер әдетте жеке топтар мен желілерде жұмыс істейді. Осы топтардан табуға тырысыңыз және олармен жұмыс жасағыңыз келетін жеке инвесторларды анықтаңыз. Осы инвесторлар туралы мүмкіндігіңіздің барлығынша біліп алыңыз және жеке кездесу ұйымдастыруға бар күшіңізді салыңыз. Мұндай жағдайларда бизнес періштелер бұл бастауыш немесе шағын бизнесіңіздің бастау үшін ең жақсы шешім болуы мүмкін. Көптеген бизнес періштелерінің өздерінің веб-сайттары, электронды пошталары бар. Олар талантты өнертапқыштармен байланысу үшін жеткілікті. Олармен байланысу қиын болмайды. Бұл жеке инвесторлар тапқырлық іс-шараларға, форумларға және мамандандырылған көрмелерге қатысуға дайын. Періште кәсіпкерлермен кездесу ықтималдылығы венчурлық қормен кездесуден гөрі әлдеқайда жоғары. Ақыр соңында бұл шағын өнім шығаруға және керемет ұйымдастыруға ие, бірақ қаржылық икемділікке ие емес шағын бизнесті бастауға көмектесетін инвесторлар. Бизнес періштелер сіздің бизнесіңізге қажетті мөлшерде ақша сала алады. Бұл сіздің бизнесіңіздің дамуына және өсуіне үлкен себеп бола алады.